Бәріңе сәлем, сіздермен бірге 71.7 арнасында Балаханов Бақытжан Саматұлы, актер драма театра и кино, 1286 атты проектте ойнағам. Я щеночек. Иди к мамочке. Щеночек. Щеночек боится. Мені Москваға шақырып жатыр. Щеноктың ролына ең көп дайындық менде болған сияқты. Себебі мен кастинг басталмай жатып білдім. Рабство туралы проект болатын. Сосын арықтай бастадым. Когда щенок ролына бекітеміз деген кезде психиатрический больницаға бардым, дайындалдым бір аптадай. Сол жерде болдым. Ютубтан Медфильм деген канал бар, содан іздедім. Және де референстар көп көрдім. Мысалы, Гилберт Грейп, «Что гложет Гилберта Грейпа», Леонардо Ди Каприомен. Шон Пеннің несін, «Я Сэм», «Человек дождя» деген сияқты. Сол фильмдар қатты көмектесті. No, Arnie. I'm sorry. Тихо. Щеночек плохой. Тихо. Щеночек плохой. And sometimes I don't have enough patience and I forget he's just a little kid. Сыночек, помнишь наш секретик, а, с тобой? Конечно, мамочка. А потом сбежать отсюда. Мамочку никто не тронет. Тихо. I'm asking you who's on first. That's the man's name. That's whose name? Yes. Well, go ahead and tell me. It's scary! Oh, it's scary bad! Scary bad! Oh, it's scary bad! No worries, there are not going to be any more questions, okay? Yeah. No more questions, I'll make sure of that, okay? Yeah. Мамочка. Я щеночек. Я здесь. О, қандай тұлғаны. Болашақта негізі Серік Қонақбаевты қатты ойнағым келеді. Қазақтың боксшысы. Мен өзім 13 жыл өмірімді боксқа арнадым да. Спорт интернатта оқыдым. Өнерге келген кездегі бірінші арманым сол Серік Қонақбаевты ойнау болатын. Өзімді әкемде боксқа осы Серік Қонақбаев сияқты болса екен деп жіберген болады. Серік Қонақбаевты ойнағым келеді. Содан кейін Талғат Мұсабаев, ғарышкер. Өте көп. Мысалға айтатын болсақ, Алехандро Иньярриту Гонзалес деген мексиканец бар, мексикалық режиссер. Сонымен жұмыс істегім келеді. Мартин Макдонамен, ирландский режиссермен. Али Аббаси, Асгар Фархади, Ларс фон Триер. Көп айта берсем. Балабановтың фильмдарын айтты, марқұм. Ал қазақстандық Диас ағамен жұмыс істеп көргім келеді, Диас Бертиспен. Әділхан Ержановпен қатты жұмыс істегім келеді. Әлішер ағамен де тағы көргім келеді, жұмыс істеп. Бенисио дель Торо ұнайды маған қатты. Бенисио дель Торо, Хавьер Бардем, Дэниел Дэй-Льюис, Хоакин Феникс. Өте көп. Жақында Ален Делонды өзіме аштым. Бұрындар Ален Делонның фильмін қатты түсінбейтін. Қазір көріп, талантын енді байқап жатырмын десем болады. Жанр деп бөлгім келмейді, бірақ та көретін фильмдарымнан маған қатты ұнайды. Детектив фильмдар, триллерлар,
өте қатты ұнайды. И комедия жанрынан черная комедия ұнайды. Мартин Макдонаның фильмдері сияқты. Байопиктар да ұнайды. Үшеуден асады негізі. Үшеуге кіргізбей біреуін айтайын. Алехандро Иньярриту Гонзалес деген режиссердің маған трилогиясы ұнайды. Бір фильм болып санай берейік үшеуін. Трилогиясы ұнайды. «Сука, любовь», «21 грамм» и «Вавилон». Үшеуі қатты ұнайды. «Список Шиндлера» өте қатты ұнайды. Потому что «Список Шиндлерда» өте мықты режиссура и операторская работа мықты. Оператор Януш Каменский деген кісі. Әр кадрын скриншот жасап, картина қылып қойса да болады. Үшінші фильм «Братья Коэнның «Старикам тут не место». То же самое, операторская работа өте әдемі. Роджер Диккенс деген кісі түсірген. То же самое, любой кадрын скриншот жасап, іліп қойса болады. Және де «Старикам тут не место» маған қатты ұнайтын зат, ол фильм музыкасы түсірілген, саундтрексіз. То есть адамның әр қимылы, жүрісі, ультразвуктың бәрі ол жерде музыка ретінде қолданылады. Көрермендерге міндетті түрде ұсынатын фильм ол «Список Шиндлера», Стивен Спилбергтің фильмі. Не үшін? Потому что Холокост жанрында түсірген фильм, тарихты бір жағынан түсіндіреді. Негізі фильм бойынша Шиндлер шын өмірде де СС партиясында болған ғой. СС партиясындағы адам сол системаға бағынбай еврейлерді құтқарған туралы да. Сол фильмді ұсынамын, «Список Шиндлера», Стивен Спилбергтің. Екіншісі «Старикам тут не место», «Братья Коэнның». Өйткені өте редкий случай десем болады, потому что фильм музыкасыз, өте мықты актерский игра, Хавьер Бардем өте мықты. Және де үшінші фильм Алехандро Иньярриту Гонзалестің Beautiful фильмі, Хавьер Бардеммен. Оскар алды, кажется, Хавьер Бардем сол фильммен. Өте керемет фильм. Мен ол фильмді көбінесе өмірден түңіліп, қиналып кететін жағдайлар болады. Сол кездерде көремін де, шүкір, мен өмірім шүкір екен деймін. Төртінші фильм қоссаңызшы. Мартин Макдона «Залечь на дно в брюгге». «Залечь на дно в брюггеда» Колин Фарреллдің персонажы фильм басында баланы өлтіріп қояды ғой. Сол кезде баланың церковьте отқандағы запискасында жазылып тұрады: «Не успеваю по математике, капризничаю». Соң кейін қандай еді? Грущу дейді. И фильмнің соңына дейін қарасақ, Колин Фарреллдің персонажы тура сол үш грехті орындайды. Бір сценаны байқасаңыздар, Колин Фаррелл пиво ішіп болып, үйге келген кезде партнер сұрайды: «Қанша пиво іштің?» Анау айтады: 6 стакан, а жоқ 5, а 7. Біріншісі бұл математикада не успеваю деген білдірген. Екіншісі всегда капризничать етеді персонаж. Үшіншісі байқасаңыздар фильмда грустить етіп жатады. Сол маған қатты ұнады. Колин Фаррелл өлтірген адамның бүкіл грехтарын орындаған. Мен ойымша, Мартин Макдона не только режиссер, ол драматург ретінде өте мықты драматург. Театральный драматург және киношный драматург. Оның фильмдерінен мен мысалы бір минус таппаймын да көріп отырып, драматургия жағынан. Тағы факт айтайын ба? Басқа фильмдерден. Так. Жақында шыққан «Чужой Ромул». Көрдіңдер ме? Сол жердегі анау ұзын адам шығады ғой бүйтіп. Мен спецэффект деп ойлағам көріп отырып соны. Оказывается, баскетболист бар екен, бойы 2,5 метр ма, 2 метр бір бәле. Сол актерді шақырғанда грим жасатқан. Мен сол фильмен көріп, вау. Әдемі. Спецэффектсіз.
Robbie said it was too late, so we'll do one more set of 35, and then we'll see about doing 37.5. You said it. It's on camera, so I don't like when people will lie. Honestly, if this is getting easier, we need to see if we can go to green. So just squeeze up the top and then dumbbell lateral. Үшіншісі факт. Оны бәрі білетін шығар. Старикам тут не место фильмінде мен естігем бір подкасттан, что Антон Чигур мен Шериф фильм басындағы екеуі күн мен түн деген сияқты. Байқасақ фильмде ешқашан бір-бірімен кездеспейді. Телевизордың алдындағы сахнада да Антон Чигур отырады, өзінің отражениесіне қарайды. Артынан Шериф келеді, Антон Чигур жоқ, тура сол жерге отырады да өз отражениесіне қарайды. Семей полигоны туралы түсіргім келеді, мысалы. Қандай жанр бар? Жанр? Байопик. Ну, байопик деп айтуға болмайды. Ну, исторический, тарихи драма. То же самое, пластилин. Пластилин және де карандаш пен парақ. Мен бала кезімнен көп сурет салатын. Және пластилинмен ойнайтын. 21 грамм Бенисио дель Тороның цитатасы, қолын бүйтіп тұрып айтады, Бог знает, когда даже волос шевелится в твоей голове. Бог даже знает, когда волос шевелится на твоей голове. Хат, өткен маған. Тарантино немесе Гай Ричи? Тарантино. А24 немесе Голливуд? А24. Криштиану Роналду немесе Месси? Футбол қатты көрмеймін, бірақ Криштиану Роналду жарайды. Утевтің үшінші фильміне түсу немесе Ноланның бір киносына түсу? Утевтің үшінші фильміне түсу. Режиссерлік немесе актерлік? Режиссерлік. Киноны көп көріңіздер, мейлі актер болсаңыз да, творческий адам болсаңыз да, творческий адам емес болсаңыз да, сіздер үшін қазақ киносы тынбай еңбек етіп жатыр. Көріңіздер, бағалаңыздар, критикада айтыңыздар, жерге салсаңыздар да болады, биікке көтерсеңіздер де болады. Ең бастысы көріңіздер, барлығы сіздер үшін. 71-7-мен бірге қазақ киноиндустриясын дамытайық. Қараңыздар, көріңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Ол өте керек деп ойлаймын. Все? Қолдайық.